Ресей Украинаның бүкіл аумағына зымыранмен соққы беруі мүмкін. Украинаның қарулы күштері осылай деп мәлімдеді. Ресей армиясы Донецк облысындағы елді мекендерді шабуылдауын жалғастырып жатыр. Осыған байланысты Еуропалық одақ Киевке тағы да қаржылай көмек беруге келісті. Жансая Қапасқызы толығырақ. Украина билігі ресейліктер Одесса облысына ракеталық шабуыл жасағанын хабарлады. Салдарынан 6 адам жараланған. Арасында бір бала бар. Жалпы шайқас алаңындағы жағдай ауыр дейді қарулы күштердің бас қолбасшысы. Соған қарамастан украиналық сарбаздар Донецк облысында Северск, Бахмут, Славянск қалаларына жасалған шабуылдарға тойтарыс берген. Украина қарулы күштерінің мәлімдеуінше Ресей армиясы бүкіл ел аумағын зымыранмен атқылауы әбден мүмкін. Оңтүстік Бук бағытында жау танкі реактивті артиллериялардан атқылап, дрондармен әуеден барлау жүргізуде. Қосымша қорғаныс шептерін тұрғызып жатыр. Украинаның бүкіл аумағына ракетамен соққы беру қаупі жоғары деңгейде сақталады. Бұл уақытта елде кадрлық ауыс-түйіс жалғасып жатыр. Қауіпсіздік күштерінің басшысы мен бас прокурордан кейін барлау қызметі басшысының орынбасары Владимир Горбенко да қызметіне шеттетілді. Ал Еуропалық одақ Киевке көмекке тағы 500 миллион еуро беруге келісті. Оған қару-жарақ алу жоспарланған. Сөйтіп ұйымның Украинаға бөлген қаражаты 2,5 миллиард еуродан асты. Ресей Украина мен Украин халқын жойып, әлемде азық-түлік, энергетикалық дағдарысты өршітуге тырысып жатыр. Украинаға көбірек қару керек. Біз оны қамтамасыз етеміз. Соғыс жалғаса, біз де Украинаны қолдауды жалғастырамыз. Бүгін Тегеранда Иран басшысы Ибрагим Раиси Түркия және Ресей президенттерімен Астана форматында келіссөз өткізіп жатыр. Владимир Путин үшін бұл соңғы уақытта сирек жағдайға айналған шетелдік іс-сапар. Сарапшылардың айтуынша, ол Режеп Тайып Ердоғанды Сирияда әскери операция жүргізбеуге көндіріп көрмек, ал түрік басшысы Украинада тонналап жатқан астықты қауіпсіз тасымалдау мәселесінде атсалысуға құлшынып отыр. Әр тараптың өз мүддесі бар, олар өзара келісімге келе ала ма, алдағы уақытта белгілі болады. Жансая Қапасқызы, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат жаңалықтар қызметі.